Достар, қайырлы күн. Чехияда бүгін қазақстандық кәсіпқой боксшы Дәулет Даукенов өзінің кезекті жекпе-жегінің алдында салмақ өлшеу рәсімінен өтті. Патрон промоутерлік компаниясы ұйымдастырып жатқан бұл бокс кешінде Дәулеттің қарсыласы Никарагуа елінің боксшысы Серхио Гонзалес болмақ. Серхио кәсіпқой бокста 40-тан аса жекпе-жек өткізген тәжірибелі боксшылардың бірі. 6 раундқа жоспарланған бұл жекпе-жек 140 паунд, яғни 63,5 келі салмақ дәрежесінде өтетін болады. Дәулетке сәттілік тілейміз, себебі Дәулет үшін бұл көптен күткен жекпе-жектердің бірі. Дәулет өзінің ең соңғы жекпе-жегін Данияр Елеусінов IBO тұжырымына таласып әлем чемпионы атанған кезде сол андеркартта боксасқан болатын. Содан кейін Дәулеттің жоспарланған 3-4 жекпе-жегі өтпей қалды. Бұл бокс үшін өте қатты қиыншылықтардың бірі деп білеміз. Сондықтан да әдемі жекпе-жекпен, әдемі жеңіспен шаршаланға оралуына тілектеспіз. Және де тағы бір жаңалық, қазақстандық бүгінгі күнде WBA және IBO тұжырымы бойынша әлем чемпионы Геннадий Головкин мексикалық 41 жекпе-жектің барлығында жеңіске жеткен. Бұрынғы 69-да 900 келі салмақ дәрежесінде WBO чемпионы Хейме Мунгуямен жекпе-жек өткізу турасында келіссөздер басталды деп америкалық бақ өкілдері бүгінгі күнде шолып жатыр. Бұл жекпе-жекке әрине Хейме дайын болса, ол үшін өте қызықты жекпе-жек және ауқымды жекпе-жек деп білемін. Геннадий Головкин мен DAZN стримді телеарнасына бұл кездесудің қызық екені сөзсіз. Тағы да 18 мен 27 ақпан арасында Болгарияда өздеріңізге белгілі Странжа кубогы өтеді. Біз бұған дейін өзіміздің ұлттық құрама командасының атынан жарысқа қатысатындарды таныстырып өткен болатынбыз. Бүгін қазақстандық спорт порталдардың бірі Sports.kz Өзбекстан құрамасының кейбір салмақтарда 3 состав, көбісінде 2 составта бұл турнирге аттанатқанын көрдік. Жалпы бұл нені білдіреді? Бұл әрине әлем чемпионатының алдында мүмкін өзбектер өз боксшыларын осы турнирде іріктеп алайын деп тұрғанда болар. Бүгінгі күнде көптеген европалық бокс жаңалықтарын тарататын сайттар бұл турнирді бүгінгі күннің кіші әлем чемпионаты ретінде қабылдап отыр. Бүгін қазақстандық боксшылар сапарға аттанады. Отандастарымызға сәттілік тілейміз. Алла қаласа өте сәтті өнер көрсететіндеріне ешқандай күмәніміз жоқ. Біз жанкүйерлер болып, тілеулерін тілеп, қолдауға әрқашан дайынбыз. Қазақ бокс жасасын. Баршаңызға сәттілік.